ол сенсің. Білесің бе, мама, үнемі орындығымды осында алып келемін де сені күтіп отырамын. Ал кейде түсімде шашысына әйелдің сұлбасын көремін. Оны өзімнің анам екен деп артынан ере бергенде сұлба ғайып болады. Кейін оның жай ғана түс екенін біліп жылап таламын. Мама, білесің бе, кеше мен тәрбиеші апай ұрды. Жоқ, ештеңе істегенім жоқ. Тек жай ғана дәл осы жерде сені күтіп отырған. Кенет сырттан жылы жүзді әйелді көріп, оны өзімнің анам екен деп, мені алып кетуге келді екен деп, менің осында отырғанымды көре алмай қалады ғой деп, мама, мен мұндамын, мама деп айғайлай бергенде терезе алдындағы гүл жерге құлап қалды. Тәрбиеші апай көріп қоймасыншы осы деп тез жинай бастағанда тәрбиеші апай келіп қалды да ұра жөнелді. Мама, білесің бе, сол тәрбиеші апайдың маған не дегенін? Ей, жетімек, сен өз әке-шешеңе керек болмағанда маған қайдан ғана керексің? Деді де одан әрі ұра берді. Сол апайдың ұрғанынан мына жер көгеріп алып барады, мама, мен мына жетім зерігінен қатты қиналып кеттім. Өтінемін, кел де мені алып кетші. Уәде берем, бұзық болмайын, мама. Адам емес, хайуан да өз баласын қорғаштай береді емес пе? Сен хайуан емес, адамсың ғой, мама. Сен менің анамсың ғой, мама. Тәңірім, сенен кішкентай ғана бала жүрегімен жалынып тұрып сұраймын. Менің анамның жүрегінен титтей болса да мейірім шуағын төкші. Сөйтсін де ол мені мына тар қапастан құтқарсыншы. Осы тілегімді қабыл алшы, мама. Мен сені сондай қатты сағындым, мама.